андай ғой ана неге бөлініп жатсыңдар? Бөлінген емес, негізі басында біз барлығымыз дружно қабылдадық. Себебі не үшін новый касс болғаннан кейін кішкене поддержкаларын беріп деген сияқты болады. Енді бізге бір сөз шамға типпейді. Новый қатысушылар болса күшті болар ма еді деген сияқты болды. Бізде мысалы құқылымыз жарымызды табуға деген сияқты. Бұлар ғана отырып емес, ертең бұлар да келеді деген сияқты ғой. Енді келесі маусым ғой, сол сияқты ғой. Бірақ бір сөз бар еді, соны дегеніміз бар еді, жарайды. Не дейсің? Жаман емес. Мы не жаман. Жоқ, олай емес, былай айту керек. Не ұнамай жатыр? Бос болған кезде жоқ, ештеңе ұнап жатқан жоқ емес. Енді жаңа маусым болғаннан кейін жаңа қатысушылар деген сияқты 24 жоқ шеттету емес, әр адамның өз орны бар ғой. Жаңа қатысушыма енді жұлдыз болса өздеріне жұлдыз ғой, жұлдыз тек аспандашы. Мен тек өз ойымды айттым, білмеймін, ескі қатысушылар өздері шамданып кетті, енді тең деді, көлеңке деді, өздері көп алады екен. Мен айтамын да, енді олар емес қой бізді көтеретін деп, светіне көтереді халық қой біз енді. Жаңа Диана айтып жатыр ғой, біз қасқыр болмаса сендер кім қалады қасқыр деп ше. Ол болмаса да біз өзіміз ана жаққа қасқырмыз негізі ше. Ол біз одан сұрап келген жоқпыз мына жаққа. Қасқыр болудың да қажеті жоқ мына жаққа. Қасқыр просто Диана өзіне көп алып отыр да, типа біз сендерді үйретеміз, типа ол біздің мұғалім беретін, біз школьник сияқты бір балаларды сол сияқты үйретіп отыр. Диана айтқанда қосылмаймын, потому что ол өзін поддержкасын бермей ма дейсің ғой. Мен арайтын қолдаймын, потому что 24 адам есеп болғанда деген сияқты, жаңа қатысушы болғанда деген сияқты. Мен өзім көрермен ретінде айтамын солай. Мен де жаңа маусымда жаңа қатысушылар күтетін едім. Әр адамға уақыт берілді, иә, бұрынғы қатысушыларға да уақыт берілді. Сол уақытты пайдаланып өзім. Сен бұрын соңды үміткер болып келіп пе? Үміткер болмаған, қатысушы болмаған. Биыл менің жылым өзім. Бір жыл маған беріледі. Сол бір жыл берілген уақытта мен өз шартымды табуым керек. Не ұнамай жатыр? Қасқырды неғып бөлініп жатсыңдар? Мына Данияр деген кісі. Даниярдың сөйлеген сөзіне басым жасы осы фестивал өзім Арай ханым бар. Пампошка деген не сөз? Пампошка деген. Онда бізде қауыны сөйлек еркелетіп шыбық тейік қазір. Личностьқа кетпей-ақ қояйық. Нұрайға ұйқы келіп жатқан сияқты. Жоқ, нормально. Микрофон жетпей жатыр ма, әлі аша алмай жатсыз ба? Микрофон да жетпей жатыр, кейбір темаларға кейде кіре алмай жатыр. Қуғынбай эфирде ұялып отыр ма, білмеймін. Өмірде қуатты қыздар оған келіңдер. Сен рекламада көп әңгіме айтасың, сол әңгімелер неге микрофонмен айтпасқа? Неге дегенде брат кішкене андай болады да, тақырып маған келмейді. Содан кейін қандай тақырыптар келеді саған? Біздікі менің тақырыптарым ол клуб па? Клуб емес, брат, енді кішкене бір қалай айтса болады. Адекват. Сабри мен кішкене сондай нәрсеге мен кірмеуім мүмкін еді. Ой, Диана. Шүкір жақсы аман есен өзіңіз қалайсыз. Қалайсың, тиктокер қыз? Бәрі күшті. Тамағым ауырып жоқ, дәрі ауырып. Қазір жөтелем ба деп уайымдап отырмын. Бірден ауырып қалдың ба? Әлде халықтың пікірін көтере алмай қалдың ба? Маған көп фан аккаунттар ашылып жатыр, эдиттер жасап. Рахмет жандарым. Құрбыларың, достарың қалай қабылдап жатыр? Шок болып жатыр бәрі. Қалай, ай деп. Но былай көбі жақсылықтерін айтып жатыр. Үлкен апалар жазып жатыр маған. Өте үлкен рахмет бәріңізге. Үміткер күтеміз. Күтеміз әрине. Бүгін келген жағдайда алғашқы кездесу қай жерде жасаған қалар едің жігіттің? Маған негізі табиғат аясында тереңдеген ұнайды, пикник сияқты тауға шықсақ. Жалғыз шығасың ба сен? Алғашқы кездесуге жалғыз барасың ба? Оны білмеймін, көреміз. Егер жақсы жігіт болса, болады сияқты сенетін. Жақсы, жаман деп қалай айырасың? Енді былай чутье дейді ғой, сезесің ғой. Егер былай сенбей тұрсаң, қасыма арайды ма, бір үйді аламын. Привет! Қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман сен. Алғашқы күндері қалай өтіп жатыр? Алғашқы күн күшті. Қобалжулар басылды ма камера алдындағы? Қобалжу, иә, енді үйренеміз ғой, кішкене басылдық, үйреніп қалдық. Күшті сезім болып тұр, бүгін екінші эфир, прямандай. Достарыңның, құрбыларыңның көзқарастары қалай болып жатыр? Бәрі қолдап жатыр, одан бөлек кәдімгі қолдаушыларым пайда болды, бәрі қолдаймыз деп сөйтіп өте андай күшті сезім, қолдап жатқандарыңызға рахмет. Мысалы, кейбір қыздардың құрбылары келген жігітті ана жер дұрыс емес, мына жер дұрыс емес деп қыздың миын ойлап жатады ғой. Сен құрбыларыңның сөзіне қатты мән бересің бе, әлде қалай? Өз ойыңмен шешім қабылдайсың ба? Жоқ, мен негізі тыңдаймын, өзім жақындарымның, құрбыларымның, әпкелерімнің сөздерін тыңдаймын, бірақ егер мен соңғы шешімді өзің қабылдайсың? Соңғы шешімде өзім қабылдаймын. Егер менің плюс жағым әсер ететін болса, мен оны қолданамын деген сияқты ғой. Бүгін үміткер күтеміз. Үміткер күтеміз, келіңіздер, күндеріңіз сәтті өтсін. Айыл настроение жоқ қой? Настроение жоқ қой? Жоқ, бар. Әлде өз сондаймын? Неге қасына отырып алғансың? Мен бүгін настроениесін көтерейін.
керек емес керек болсын керек емес болсын жігіт ол сұрамайды ғой, дұрыс па? Саған керек па керек емес па деп. Сен сондай өз үміткеріңді күтпейсің ба? А? Сен сондай өз үміткеріңді күтпейсің ба? Үміткер келгенше Әлде аяулым, аяулым аяулымдан үміттісің ба? аяулына Мен бұл үмітті кісіге айттым, менен үмітті болмаңыз деп. айта береді қыздар. Жаңа үміткер, жаңа бейне күтеміз. Өзі де жап жаңа бейне ғой маған. Күшті қыз екен. Таза қыз, ой, әйел болатын, болашақ жарым болатын. Оны комплимент ретінде қабылдаймыз әлде қалай? Айтқан сөздерін. Жауап бермеді көрдің бе? Қалайсың? Осы кроссовкамен шыққым келіп Кеше шулаттың. Инстаграм. иә. Не деп жатыр жалпы? Достарың, үй іші қалай қабылдап жатыр жалпы жобаға келгеніңді? Үй іші негізі бұрыннан білетін. Достарым бәрі в шоке болып жатыр ғой. Ааа деп. Точно это ты деген сияқты. Не деп жатыр, короче. Даже айтып жатыр ғой, енді көрмеген, сезінбаған сен үшін Бірақ көретін. көбісі жас көрінесің деп жатыр, өз жасыңнан. Иә, бәрі сөйтіп жазып жатыр. Оның сыры бар ма енді қалай? Оның сыры ма? Оның сыры айта қойшы ондай. Неге? Тұрысқа шыға керек дейін деген ба? Шучу. Ондай емес. Оның сыры генде ғой просто. Ақылдан сөйтіп сұлу қыздар көріп түнімен ұйықтай ма шықтың ба? Жоқ, сұлу қыздар деген бұл жерде халықтың маған деген ықыласы ғой, қошеметі. Соған ырза болдым. Қалай қабылдап жатыр жалпы халық келгеніңде? Күшті негізі андай қолдау өте көп болып жатыр, шыны керек. Кейбір комментарияларды оқып қалдым. Бұл жап-жақсы әнші еді ғой. Иә. Енді олсыз болмайды ғой. Ақ бар жерде қара бар деген сияқты. Ырзам бәріне үлкен рахмет. Ол енді білмеймін, сыртта қандай, іште қандай бірдей болу керек деп ойлаймын. Сенің де кезің келер таяқ ұстар дейді, сол сияқты. Келесі неде де бұлардың да басына да келуі мүмкін. Ереке не болып жатыр? Келмей жатып, беттен алып тестен шалып жатыр ма? Келмей жатып, кеше ғана қалай қыламыз, не істейміз деп сұрап жүрген қатысушылар еді. Бүгін бізге өзімізге атакаға шығып жатыр. Көреміз алдағы уақытта. Бізде де бар ғой айтатын нәрселер. Не бар? Алдағы уақытта көресіңдер ғой. Әйтеуір әр маусымда сізге бір шамыңызға тиетін біреулер табылады дейді. Оңдай бітпейді ғой. Халықтың өзі аяқтан көміп жатыр. Иә, ол жерін Шаршау басылды ма? А? Шаршау басылды ма? Шаршамаймын ғой мен.